Биыл еліміздегі мектептер 19 маусымға дейін жұмыс істейтін болды. Себебі індет кесірінен ұл қыздардың білім деңгейі төмендеп кеткен. Шара осы олқылықтың орнын толтыру үшін қолға алынып отыр. Дәстүрдегіндей биылғы жылда оқу жылы 25 мамырда аяқталатын болады. Бірақ содан кейін 19 маусымға дейін жазғы мектептердің жұмыстарын ұйымдастыруымыз қажет. Бұл қосымша қаражат қажет етпейді. Жалақы осы уақытқа қарастырылған. Осыны жақсап тұрып мұғалімдерге бәріне түсіндіруіміз керек. Коронавирусқа байланысты оқу процесінің түрлі форматта ұйымдастырылуы білім деңгейіне кері әсер етпей қоймаған. Мұны министрліктегілер электрондық күнделік жүйесінен байқапты. Сол себепті жазғы мектептер ашу туралы шешім қабылданған. Оған қалаған оқушы қатыса алады, тек ата-анасы өтініш жазуы қажет. Жазғы мектепте әсіресе биылғы оқу жылында үнемі қашықтықтан оқыған 6, 7, 8 және 10 сыныптарға, сондай-ақ оқу үлгерімі төмен балаларға басымдық берілмек. Әдеттегідей тегін оқытылады, сондай-ақ мектеп формасын кию талап етілмейді. Үй тапсырмасы да берілмейді. Әрі шара ұстаздардың еңбек демалысына еш кедергі келтірмейді деп сендірді ведомство өкілдері.